Армысыздар құрметті көрермен, эфирде Жаңаөзен ақпарат, студияда мен Бекзат Айтбай. Бүгін көретіндеріңіз. Референдумға қатысты ақпараттандыру жұмыстары жалғасуда. Ана серпін әлеуметтік жобасы қатысушыларына арнап бүгін шеберлік сағаты ұйымдастырылды. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде толығырақ. Референдум еліміздің болашағы үшін маңызды шара, сондықтан барлығымыз бірдей атсалысуымыз керек дейді Жаңаөзендегі коалиция мүшелері. Олар референдумға қатысты ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу мақсатында бүгінде қаладағы еңбек ұжымдарымен кездесті. Арнайы топ өкілдері әуелі Өзен энергосервис мекемесі жұмысшыларымен кездесті. Олар 15 наурызда еліміз бойынша өтетін референдумға қатысты ақпарат берді. Ата заң мемлекетіміздің басты құжаты. Оған енгізетін өзгерістер заман талабынан туындап отыр. Маңызды құжатқа енгізіліп жатқан реформалар халықтың мүддесіне бағытталған дейді коалиция мүшелері. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы бұл шешімді тектен-тек өзі айтып шығарған ештеңесі жоқ. Әрбір референдумда осылай халыққа салып, халықтың ортасына ақылдасып, бір шешімге келетіндегі жағдай жасап, шешіліп жатқаннан кейін осылай барлығымыз бір ауыздан келіп түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді алдағы уақытта осы біздің ата заңымызға үлкен өзгерістер келе жатыр. Сол өзгерістерді осы біздің алдағы келер ұрпаққа, жастарымызға деген, отбасылық құндылыққа деген көптеген өзгерістер болады. Сол өзгерістерді барлығы да осы еліміз үшін, жеріміз үшін, Қазақстанымыздың дамуы үшін деп білеміз. Сол себептен де 15 наурыз осы референдумға келіп, өз таңдауын жасауға барлық қазақстандықтарды, жаңаөзендіктерді шақырамыз. Кезекті кездесу өнер мекемесінде жалғасты. Өз болашағына бейжай қарамайтын әрбір азамат өз таңдауын жасауы маңызды екендігі айтылды. Жаңа заңда мәдениет саласына қатысты да өзгерістер қарастырылған дейді ақпараттық топ өкілдері. Заң жүйесінде көптеген өзгертулер енгізілді. Оның ішінде мәдениет саласында, өнер саласында да өзіндік ерекшеліктерімен, өзгертулерімен енгізіліп жатыр. Жалпы өнер саласында тарихи мәдени кешендерді қорғау, өнерпаздардың шығармашылық еркіндігі, сөз еркіндігі дегендей. Бірақ сөз еркіндігі дегенмен ол енді заң жүйесінде өзінің шеңберінде орындалуы тиіс. Бүгін Жаңаөзен қаласындағы бір топ еңбек ұжымдарымен кездесу өткіздік. Осы референдум бойынша барлық қазақстандықтарды, әріптестерімді, қазақ елін осынау ұлы шарада өз таңдауларын жасауға шақырамын. Коалиция құрамында қалалық Аманат партиясының өкілдері, мәслихат депутаттары, қоғам белсенділері, сала ардагерлерінен құралған 30-дан аса белсенді бар. Олар үгіт-насихат жұмыстарын күн сайын 13 наурызға дейін жалғастырмақ. Әсел Алдашева, Баққали Зияддинов, Жаңаөзен ақпарат. Қаламызда ана серпін әлеуметтік жобасы жалғасып жатыр. Бүгін қатысушыларға арнап шеберлік сағаты ұйымдастырылды. Үміткерлер өздері таңдаған бағыт бойынша жетістікке жеткен жеке кәсіпкерлермен кездесті. Олар мақсатқа жету, жоспар құру, команда басқару сияқты бизнестің негізгі тетіктерін үйретіп, тәжірибелерімен бөлісті. Зибайда Насироддинова көпбалалы ана және ерекше баласы бар. Үйден түрлі көйлек тігіп жүрген келіншек жоба барысында кәжекей мен сырт киім тігудің қыр-сырын үйренуге келген. Болашақта жеке кәсібім алға жүрмей қалады деген қорқынышы да басым. Сондықтан осы саланың маманы Эльмира Құдайбергенованың ақыл кеңесіне құлақ тұрды. Эльмира ханым келіп, өзінің жетістіктерімен бөлістіп, және мен ол кісіден көптеген сұрақтарыма жауаптар алдым. Қалай жетістікке жеткені, қалай табыс табу жолдарымен бөлісті. Және мен де болашақта өзімнің осы тігін саласында өзімнің бизнесімді ашып алға қарай дамимын деген үміттемін, ниеттемін үлкен. Жобаның 3-ші күнінде тігін саласын таңдаған екі қатысушы екі топқа бөлінді. Себебі бірі көйлек, екіншісі сырт киім тігуді қалап отыр. Сән салонында қызмет көрсететін топтағы келіншектер де маникюр және бет әрлеу бойынша бөлек-бөлек сабақ алып жатыр. Олардың барлығы арнайы кесте бойынша жеке кәсіпкерлермен кездесетін болады. Сізді нешін таңдау керек деген құндылықты білу керек, бірінші мақсаты болу керек. Оның қазір енді үйреніп жатыр ғой қазір. Одан үйренгеннен кейін ертең ip ашып, бұлар үлкен жұмысқа қадам басқан кезде бұл неден бастау керек? Алдағы мақсаты үлкен цех ашу ма? Сол цехқа
жаңа біртіндеп алып, одан кейін қайда бару керек деген сияқты жолдарын бөлісіп өттім. Өзімнің өткен дамуға көп деген мүмкіндік бар ғой, үкімет тарапынан да осындай жаңа енді қазір міне ана серпін ашылып жатыр. Одан да үлкен бұларға не болатыр да, көмек болатыр да. Жалпы ізденсем көмек көп. Жоба аясында қатысушылар 20 ақпанға дейін 36 сағаттық теориялық дәрістен өтуге тиіс болатын. Бірақ қазірдің өзінде нәтижеге тез жету үшін теориямен қатар үйлестірушілердің бақылаумен практикалық жұмыстарын да бастап кетті. Сәуле Жолманбет, Шыңғыс Шамболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Бүгін мұсылманның қасиетті айы Рамазанның бірінші күні. Бұл тек ашығу мен шөлдеу арқылы сыналатын емес, рухани тазару мезгілі. Мұсылмандарға міндеттелген 5 парыздың бірі. Оразаны балиғатқа жас толған, ақыл есі дұрыс, тұрғылықты жері бар әрбір мұсылман ұстауы керек. Бұл айда жасалған әрбір қайырымдылықтың сауабы жоғары болады. Пайғамбарымыздың хадисінде Рамазанның берекесі мейірімділік көрсету мен ізгі амалдар жасаумен арта түспек. Жетім мен жесірге, жоқ жітікке қарайласу мұсылманның мерейін үстем қылады деп айтылған. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, өзінің хадисінде айтады. Кімде-кім Рамазанда ораза тұтса, ауыз бекітсе, өтірік сөйлеуден, жаман сөз айтудан тыйылсын. Біреуге қатты айқайлап сөйлеуден тыйылсын. Және оған біреу келіп тиісетін болса, мен оразамын деп айтсын дейді. Мінекей, бұл әрине Рамазан айында адам рухани кемелдікке жету айы. Рамазан айының сауабын Алла өзім беремін деген бұл мезгілдегі ауыз бекіту риясыз амал болғаннан кейін мұны жаратушы да жақсы көреді екен. Қасиетті айдағы шам намазының уақыты кіргеннен таң намазына дейін ниет етіледі. Ал ұйықтап қалған жағдайда сол күні ішіп жеуден тыйылып, түске дейін ниет етуге болады. Сапарда жүрген адам, мысалы үйіне тұрғылықты жеріне келгеннен кейін сол жаңағы оразасын ұстамаған оразасын қазасын өтеп беретін болады. Енді ауыратын адамдарға келетін болсақ, қатты ауыратын адамдар болады, мысалы қан ауруымен ауырып жүрген кісілер болады, немесе жаңа қан қысымымен ауыратын кісілер болады, немесе жүрек ауруымен ауыратын кісілер болады. Осы сияқты аурулармен ауыратын кісілер болады, немесе қарт адамдар болады. Мысалы Алланың разылығы үшін ораза тұттым деп бір қан ауруымен ауыратын кісі ораза тұтатын болса, енді ораза тұтуымен оның жаңағы ашыққаннан оның жаңағы қанты көтеріліп, өзінің жанына қауіп төнетін болса, онда оның әрине оразасын ары қарай ашып, емделуіне ары қарай оразасын ашып, тама жеуіне әрине рұқсат береді. Себебі ол ауру жағдайда болғаннан кейін, үзірлі жағдай болғаннан кейін. Бірақ ауруынан айыққаннан кейін ұстамаған оразаларының қазасын өтеуі керек болады. Мысалы, жазылмайтын аурулар болса, фидая беру арқылы ораза ұстағанның сауабын алатыны туралы Құранда айтылған. Ал биылғы жылғы пітір садақаның мөлшері әр адамға 735 теңгеден есептелген. Мұны әрбір мұсылман адам өз жақындарының ішіндегі жағдайы төмен отбасыға, жолаушыға немесе дін жолында қызмет етуші жандарға беруге болады. Қасиетті айда Жаңаөзен телеарнасы көрермендерге рахымға толы Рамазан атты арнайы бағдарлама ұсынатын болады. Сәбит Лұқпан, Әзізбек Ембергенов, Жаңаөзен ақпарат. Қала көшелерінде қараусыз жүрген жылқылар тұрғындар мен жүргізушілерге қауіп төндіруде. Тәртіп сақшылары жүргізген кезекті рейд барысында заң бұзушылықтар анықталып, мал иелеріне әкімшілік айыппұл салынды. Мамандардың айтуынша көшеде еркін жүрген мал жол қозғалысына қауіп төндіреді. Күтпеген жерден жолға шыққан жануарлар жол көлік оқиғасына себеп болуы мүмкін. Жаңаөзен қаласы мен оған қарасты елді мекендерге үй жануарларын, соның ішінде жылқы, түйе, тағы басқа жануарларды жаю қағидаларын сақтауды қаперіңізге беремін. Рейд барысында ұсталған жылқылар арнайы орынға жеткізілді, ал иелері заң аясында жауапкершілікке тартылды. Полицейлердің айтуынша мұндай жағдайлар тек жүргізушілерге емес, жаяу жүргіншілерге де қауіп төндіреді. Әрі қарай шетел жаңалықтарына ойыссақ, әлемдегі ірі автоконцерндер электромобиль өндірісіне көшу кезінде миллиардтаған шығынға батты. Бұл туралы Financial Times жазды. Басылым дерегінше, былтыр шығын көлемі 65 миллиард долларға жеткен.
Stellantis компаниясы 22 миллиард доллар, ал Ford Motor бірлестігі 20 миллиард доллар жоғалтқан. Нарықтағы сұраныстың баяу өсуіне байланысты Volkswagen, Volvo секілді бірлестіктерде электромобиль өндірісін қысқартуға мәжбүр болды. Сарапшылар бұған басты себеп көлік бағасының өсуімен қуаттау инфрақұрылымның жеткіліксіздігі дейді. Салдарынан кей компаниялар бензин және дизельді қозғалтқышпен жүретін дәстүрлі модельдерге қайта басымдық бере бастаған. Үндістан жасанды интеллект саласын дамытуға 200 миллиард доллар бөледі. Қомақты қаражат деректер орталығының құрылысына жұмсалады. Үнді билігі Нью-Делидің ең ірі технологиялық хабқа айналдыруды көздеп отыр. Бұл жөнінде осы елдің ақпараттық технология министрі мәлімдеді. Қазір технология саласындағы алпауыт компанияларда Үндістандағы инфрақұрылымды дамытуға инвестиция салғалы отыр. Алдағы 5 жылда Google 15 миллиард доллар, Microsoft 18, ал Amazon 35 миллиард доллар қаржы бөлуге ниетті. Қаражат бұлтты қызметтер мен қуатты есептегіш жүйелер құру үшін жұмсалады. Әріптестердің бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.